Бәріне сәлем. Бүгінгі видеоблогта балықты дәл осылай әдемі әрі дәмді етіп қуырудың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ал сіздер менің арнама тіркеліп видеоны соңына дейін қараңыздар және де лайк басып өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Менде осындай үлкен 3 балық. Осы 3 балықтың барлығы көріп тұрғандарыңыздай сырты, іші барлығы тазаланған. Енді оның басын осылай бөлек алып қойып қоямыз. Ал қалған бөліктердің барлығын дәл видеодағыдай етіп, қуыруға ыңғайлы етіп, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Және де балықтың осындай қанаттарының барлығын осылай кесіп алып тастаңыздар. Балықтарымызды бірнеше бөліктерге бөліп алғаннан кейін оны шұңғыл ыдысымызға салып, үстінен кішкене ғана тұз сеуіп шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай 3 балықтың барлығын осылай турап алдым. Үстіне кішкене ғана осылай тұз сеуіп араластырамыз. Енді осы балықтың сыртына жағатын сұйық массамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа керек. 2 жұмыртқамызды осылай ыдысымызға саламыз. Үстінен 6 қасық ұн және де кішкене тұз және 200 мг суымызды құйып, барлығын жақсылап тұрып, біркелкі болғанша араластырамыз. Егер сізде балық азғантай болса, немесе балықтарыңыз кішкентай болса, дәл осы массаны азайтсаңыздар болады. Яғни 1 жұмыртқаға 3 қасық 100 грамм су құйып азайтсаңыздар болады. Суымызды аз-аздан құйып отырып, осылай араластырамыз. Бірден суды құйып жіберетін болсақ, онда дұрыс араласпай қалады. Ішіндегілері дұрыс ерімей қалуы мүмкін. Сол себептен аздан құямыз. Осындай сұйықтық осылай болып шығады. Енді балықтарымызды осының ішіне малып қуыратын боламыз. Келесі кезекте майымызды құямыз. Мен тоң май мен сұйық майды араластырдым. Сіздер өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Тек сұйық майға, тек тоң майға өз қалауыңызша жасасаңыз болады. Майды көп құюдың қажеті жоқ. Осылай аз ғана май құямыз. Достар, майды көп құюдың қажеті жоқ. Егер май азайып кетіп жатса, онда шетінен аз-аз майдан салып отырсаңыздар болады. Балықтарымыздың барлығын дәл видеодағыдай етіп, қызып тұрған майға осылай орналастырып шықтым. Енді қызарған кезде екінші жағын аударып, қызартып алатын боламыз. Міне қараңыздар, екінші жағы пісті. Енді келесі жағына аударып, ол жағында қызартып, дәл осылай пісіріп аламыз. Қуырылып шыққан балықтарымыздың үстіне пияз орналастырып отыруды ұмытпаңыздар. Достар, дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенемін. Егер сіз менің видеомды соңына дейін көрген болсаңыз, және де менің арнама тіркелмеген болсаңыз, онда міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Себебі келесі видеода дәл осы балықтың икрасынан котлет жасауды көрсететін боламын. Және де менің арнамдағы қызықты видеоларды жіберіп алмаңыздар. Келесі видеода достар, кездескенше сау болыңыздар.